Баршаңызға сәлем. Ең жылдам таңғы ас дайындаймыз. Бұл бізде ұнтақ жармасы. Бізге дайындау үшін алдымен ыдысымыздың ішіне сүт құйып аламыз. Үстінен 3 ас қасық қант салатын боламыз. Қалауыңыз бойынша аз немесе көп салсаңыз болады. Содан соң орташа отта біздің сүтті қайнағанша осылай араластырып аламыз. Артынша біздің ұнтақ жармасын салатын боламыз. Салып болған соң барлығын бір келге етіп тоқтаусыз дайын болғанша араластырып тұрамыз. Шамамен 1 минут көлемінде біздің жармамыз пісіп шығатын болады. Мінекей піскен күйі. Енді мен үстінен сары май саламын. Тағы да жақсылап барлығын араластыратын боламын. Өте жылдам, бар жоғы 3-ақ минут уақыт кетті. Сіздер де дайындап көріңіздер. Мен көбіне ұнтақ жармасына майды көбірек салып дайындаймын. Балалар осылай жақсы көреді. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.